Каирға саяхатында мені таңқалдырған жағдай, қалаға кірген бойда көп қабатты үйлердің сыртында толып қалған шаң тозаңдар және көшесіндегі қоқыстар. Бұның бәрі қаланы өте кір көрсетеді екен. Бұны көріп алып, менің есіме бір еріксіз бір оқиға есіме түсті. Сынған терезелер теориясы деп аталынады. Бұл да шетелде болған жағдай. Бір район болады, ұры-қарылық көп, сол жерде халықтың тұрмысы төмен болады. Бұнымен күресу үшін полицейлер келесі әрекеттерді жасайды. Сынған терезелерді дұрыстайды, көшелерін тазалайды. Сонымен тәртіпке келтірген кезде, тазалыққа келген кезде, сол жердегі халықтың тұрмысы да жақсарады және ұры-қарылық та азаяды. Бұл жерде айтып кететін түйін, психологиялық тұрғыда сіздер ең төменгі базалы ретінде өздеріңіздің ішкі состояниеңізді жөндемегенде, өкпе реніштеріңізден арылмағанда, сіз барып қымбат курс аласыз, оның нәтижесін көрмесіз. Себебі сіз ең төменгі база өзіңіздің состояниеңізді жөндемедіңіз, өкпе реніштен арылмадыңыз. Сол сияқты мысалға, сіз әріптерді танымай тұрып, әліппені қарамай тұрып, сіз бірден кітап оқи алмайсыз ғой. Сол сияқты оқырмандарым бірінші ретте өздеріңіздің ішкі состояние, өкпе реніштен арылу арқылы сіздер ары қарай қадам жасай аласыздар. Ол үшін маған